Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай балалық шақтың дәмін беретін күлше нандарды пісіретін боламыз. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, әп-әдемі мамықтай болып пісетін болады. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші жылы суымызды құямыз, үстінен сүтімізді де құямыз, тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болып, үстінен ашытқымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды да құйып, електен өткізіліп қойған ұнымызды салып, бөлек салып, қамырымызды илейтін боламыз. Бөліп салынып иленген нанымыз өте әдемі, эластичный болып шығатын болады. Осылайынан бөліп салып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, мен описание бөліміне барлық құрамын жазып кетемін. Сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Осылайынан илейтін боламыз. Барлығын басы біріккенше жақсылап араластырып отырып илейтін боламыз. Ал достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сіздерге ең бірінші жаңа видеом көрініп тұратын болады. Сол үшін менің каналыма жазылып алыңыздар. Осылайынан қамырымызды ашытуға жібереміз. 1,5 сағат, 2 сағатта қамырымыз ашиды. Қараңыздаршы достар, өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын, жұмысты жақсы жасайтын қамыр шықты бізде. Осылайынан кішкентай зуалашаларға бөліп, бір келкі бөлетін боламыз. Сіздерде таразы болса, 100 граммнан осылайынан салып бөліп алсаңыздар болады. Мен осылайынан барлығын бөліп алып, жарты сағатқа бетін жауып демалтыруға жібердім. Жарты сағаттан кейін алып, арасын ұзақ қоямыз. Өйткені қазір ісіп піскенде бір-біріне жабысып қалмау үшін қамырдың ортасынан бастап жұмыс жасайтын боламыз. Қатты басып, осылайынан қамырымызды осылай күлшеміздің осылай ортасын тесіп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын алып, жан-жағына осылайынан жағып, әп-әдемі қызыл болып пісу үшін осылайынан жағып, бетіне әсемдік үшін күнжіт, менде мақ бар екен, мақ сеуіп шықтым. Сіздер күнжіт сепсеңіздер болады. Осылайынан себіп, бұл сәндік үшін осылайынан 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, өздеріңіз қарайсыздар. Воля, бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.